Готов? Выполнение номер 9, приступить. Ұстаздық еткен жалықпас. 15 жылын ұлы іске арнаған әскери ұстаз Авархан Казми шәкірттерінен бір нәрсені талап етеді. Ол өз елін, өз егін үзе сүю. Оның ойынша отанын сыйламаған адам әскерде қызмет ете алмайды. Менің ойымша, өз қол астымдағы сарбаздар бәрі айтады. Отан сүймесек, осы әскерге келмейміз дейді. Әр ер бала намысы бірінші намыс болу керек. Намысы өз ел үшін, жер үшін, өз отан үшін, отбасы үшін. Авархан Казмидің жұбайы да әскери қызметкер. Алайда бұл олардың отбасылық өміріне кедергі емес. Керісінше, бір саланың сарбаздары бір-біріне қолғабыс жасайды. Жолдас ретінде оған көп арқа сүймеймін. Енді жұмыста ол кісі өте талапшыл. Кей жерде қатал болуы мүмкін. Бірақ үйде өзі сүйікті әке, 2 қыз тәрбиелейміз. Жұмыстағы ұрыс ренішіміздің бәрі ол жұмыста қалады. Үйде біз бақытты отбасы ретінде өмір сүріп жатырмыз. Жауынгердің жүректі, білекті болуы әскери ұстаздардың біліктілігінде, ерлердің рухани дайындығы, парасаты мен пайымдылығы, елдің тұтастығының кепілі. Жүрегінде оты бар жау жүрек ерлеріміз көп болса, елдің тұтастығына алаңдамауға болады. Айсара Айтман, Мұхаммед Шаткам, Айнақпарат.